Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Келіп жеткен Рамадан айы құтты болсын. Ұстап жүрген оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен 500 теңге тұратын шоколадтан 5000 теңге тұратын феников шоколаде жасау жолмен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп жанында тұрған қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Біздің феникиді дайындау үшін осындай королевский үлкен аджуа, орех кешью, ақ және қара шоколад өз қалауларыңызша, және спашка таяқшалары, зубочистканы да пайдалансаңыздар болады. Алдымен құрмаларымызды жақсылап жуып, салфеткамен немесе сүлгімен құрғатып аламыз. Содан соң арасын кесіп, сүйегінен тазалап аламыз. Ортасына кешью орехтарын біреуін немесе екеуін саласыздар көлеміне байланысты. Орехты салып болғасын, екі жағынан жақсылап қысасыз, ашылып қалмауы керек. Егер сіздерде кешью болмаса, миндаль немесе грецкий орехты қолдансаңыздар болады. Тура видеодағыдай етіп, құрмаларымызды жасап шығамыз. Құрмаларымызға спашка таяқшаларын қадап дайындап аламыз. Енді шоколадтарымызды водяной баняда ертіп аламыз. Еріп тұрған шоколадымызға толықтай фениктарымызды батырып шығатын боламыз. Артық қалған шоколадты ағызып тастайсыздар. Барлығын осылай қайталап шығамыз. Сүйікті менің оқырмандарым, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қара және ақ шоколадты батырып шықтық. Және осы құрмаларымызды өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Грецкий орех немесе әртүрлі посыпка қолдансаңыздар болады. Мен өз құрмаларыма ақ шоколадқа қара шоколадты, қара шоколадқа ақ шоколадты сеуіп әдемілеп шықтым. Дайын құрмаларымызды тоңазытқышқа 20 минуттай қатқанша қоятын боламыз. Мінекей біздің құрмаларымыз дайын болды. Видеоны көріп соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Ас болсын.